Туған өлкесіне еңбегі сіңген ел ағасы. Спорт сүйер Арда Азамат Оспанов Төлеген Шакерұлын бүгінде жерлестері тек жақсы жағынан жадыларына сақтап, естеліктермен бөлісуде. Оспанов Төлеген Шакерұлы 1972 жылы 14 шілдеде дүниеге келген. Төлеген ағамыздың өмір жолы, рухани жан дүниесінің байлығы, адамға деген мейірімі ерекше болатын. Кез келген адаммен ортақ тіл таба білетін. Төлеген ағамызды мәңгілік есте сақтаймыз. Қазақтар айтады ғой, азаматына қарайсың да, ауылын танисың. Мына Көктұма ауылы, Ырғайты округі, әрқашан спортқа жақын, бір-біріне деген ізет, құрмет, өмірден өткен Арда Азамат болған. Осындай Оспанов, Төлеген сынды азаматты бүгін еске алып, команда жинап, қомақты сыйлық тағайындап, бар екенін, нар екенін әрқашан білдіріп жүретін осы Көктұма халқына мен жалпы спорт саласының атынан үлкен алғысымды айтамын. Осы алған беттеріңізден қайтпаңыздар. Турнирге Төлеген Шакерұлының аға бауырлары мен сыныптас достары, жерлестері демеушілік етіп, жарыстың қызықты өтуіне септігін тигізді. Дода барысында аладопты алақанда ойнатқан ойыншылар топ-топқа бөлініп, жеңіс кубогын сарапқа салды. Өзіміздің бауырымыз олда кезінде спорт сүйер бір азамат болған, кезінде күреске қатысып, күреспен айланысты. Одан ережесіз жекпе-жекке қатысып, небір турнирлерге қатысып, орындар алып жүлделі болған. Енді тағдырдың жазмышына озмыш жоқ дейді. Бұл дүниеден ертерек өтіп кетті. Оған енді ешқандай шарамыз жоқ. Алланың жазған солай болған шығар енді. Енді артынан оның ізін осы ауылдың азаматтары басып келе жатыр. Бәріне тәубе дейміз. Төлеген ағамыз жарқ етіп, жұлдыз болып жанып, батыр ағамыз болып, еліміздің жаңағы ауылымыздың сыйлы азаматының бірі еді. Сол кісі өмірден өткеннен кейін араға біраз жыл салып, бокстан, күрестен жарыстар ұйымдастырылған. Енді бүгінгі міне волейболдан додалы жарыс өтіп жатыр. Оған ауданымыздан 15 команда кеп қатысып жатыр. 15 команданы 2 подгруппаға бөліп, жаңағы жартысын 8 команда Ақшиде, 7 команда осы Көктұма ауылында бақтарын сынағалы жатыр. Жарыс бар жерде жеңімпаз бар. Жеңіс туын қолдан бермеген көктұмалық волейболшылар бірінші орынға иелік етті. Ал екінші орын Қызылашы командасына бұйырса, үшінші орынға Жайпақ командасы жайғасты. Жеңіске деген жігері үшін 4-ші орында арнайы номинациямен Алтын дән командасы алды. Бұдан бөлек әр командадан үздік шабуылшы, байланыстырушы, тосқауылшылар марапатталды. Жақсының аты өлмейді демекші, артында қалған тума жақындарынан бөлек, еңбегі сіңген елі де ел ағасын ұмытпақ емес. Қарлығаш Еркін, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.